Ол біздің бар болмысымыз, тұрмыс тіршілігіміз, баға жетпес рухани қазынамыз. Мәдениетіміздің өзегі, ұлтымыздың жаны. Ол біздің өткеніміз, бүгініміз және болашағымыз. Ол рухы биік, арманы асқақ өр қазақтың тілі, ана тіліміз. Ассаламу алейкум, ана тілін ардақтаған Алаш жұрты. Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде тіл таным тележобасы. Және оның жүргізушісі филология ғылымының докторы, профессор Шерубай Құрманбайұлы. Және белгілі тележүргізуші Сағыныш Әбікей. 5 қыркүйек тіл білімінің атасы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Тіл мерекесі дәл осы күнмен байланысты. Бұл бүгінгі ұрпақтың ғалымға, тіл жанашырына деген құрметі. Тілтаным ток-шоуда осы атаулы күнге орай эфирге шығып отыр. Мақсат мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, көпшілікке насихаттау. Олай болса, танымдық ток-шоуымызға қатысатын ойыншыларымызбен танысайық. Оң жақта Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясының тіл мамандары Темірлан Жорабай, Керім Аяңқызы және Олжас Амандықов. Бәрекелді, ал сол жақта Руханият орталығының ұжымы келіп отыр. Руханият құрамасымен танысайық. Ермұрат Назарұлы, Қолғанат Махатұлы және Фархат Қаналы. Студиямызға қош келдіңіздер. Ток-шоуымыздың барысын қысқаша түсіндіріп өтейік. Бағдарлама 4 айналымнан тұрады. Олар сөз әлемі, сөз таным, дубляж және ой таным деп аталады. Шерубайға асығатушы едік қой. Студиямызға асығалтытпаймыз ба? Сағыныш, сабыр түбі сары алтын деген аздап сабыр сақтайық. Біріншіден асықты атпаймыз, иіреміз. Екіншіден бұл жай асық емес, алтын асық. Аға, мен шынымды айтсам асықты иіріп те, атып та көрмегем. Сондықтан бұл маған қызық болып тұр. Кімнің асығы алтысынан түссе, осы айналымды сол бірінші бастайды. Ендеше екі топтың өкілдерін ортаға шақырамыз. Ал жігіттер, бастайық. Іске сәт. Бәрекелді, мінекей көріп отырғандарыңыздай, Алаш тобының асығы алтысынан түсті, сіздерге сәттілік серік болсын. Құрметті қатысушылар, сіздерге сөз әлемі айналымының шартын түсіндірейін. Алдарыңызда тұрған планшетте ойын жүктелген, әуелі тақырып таңдайсыздар, содан кейін әріптер бойынша сөз құрайсыздар. Түсінікті ғой шарт? Сіздерге тура 1 минут уақыт беріледі. Ал кеттік. Ойын қызып жатыр. Дұрыс айтасыз аға. Әрине енді бұл айналымда уақыт шектеулі, сондықтан қобалжу болады ойыншыларымызда. Қай кезде де енді бастау қиын ғой, оңай емес. Сағыныш, сен өзің осы ойынды ойнап көрдің ба? Шерубай аға, мен күні кеше ғана телефоныма осы қосымшаны жүктеп алдым. Өте ыңғайлы. Жаңа қазақ әліпбиін үйренуге таптырмас құрал екен. Тіпті үйде балалармен отырып ақ осы ойынды ойнап жатамыз. Өте ыңғайлы. Уақыт өз мәресіне жеткен сияқты. Алаш тобы 12-ші деңгейді толығымен аяқтап, 13-ші деңгейге жетіпті. Яғни Алаш тобы бірінші айналымда 120 балл жинады. Құттықтаймыз. Алаш тобы әзірге атына лайық нәтиже көрсетіп жатыр. Мен сіздерге ескерте кетейін, әр деңгей 10 ұпаймен есептелінеді. Келесі кезек әрине ол Руханият құрамасында. Ойын шарты түсінікті ғой сіздерге. Олай болса бастаймыз. Енді 1 минут уақыт беріледі ғой, бұл расымен де уақыт шектеулі болған соң ойыншыларымыз жинақы, жаңағыдай шапшаң қимылдау керек. Уақыт бітті. Құрметті көрермен, Руханият құрамасы 9-шы деңгейге келіп жетті. 8 деңгейден өтті. Яғни әр деңгей 10 ұпаймен есептелінетін білесіздер. Яғни сіздердің қоржындарыңызда 80 ұпай.
құттықтаймыз. Әрине бұл бастамасы, сондықтан әрі қарай ойын жалғасады. Ойын қалай болды? Бұл айналым ұнады ма сіздерге? Ойын аса қатты қиын болған жоқ. Мына жердің атмосферасы кішкене адамды қобалжытады екен. Тамаша, қай топтың оза шапқанын көріп тұрсыздар. Бұл жолы Алаш тобы 120 балмен алда келе жатыр. Дегенмен, бұл бірінші айналым ғана. Сіздерге әлі оздық деп желпінуге әлі ертерек. Сондықтан ойын ары қарай жалғасады. Олай болса, екінші сөз таным айналымына ойысайық. Бұл айналымда сіздердің назарларыңызға 10 беттен мәтін ұсынылады. Мақсат мәтінді бастан аяқ оқып шығу емес. Ең бастысы әр бетте жасырылған көндірген сөздерді тауып, солардың мағынасын ашу керек. Сіздерге тапсырма түсінікті ғой? Ал ойынды екі топ бірдей бастайды. Уақыт әдеттегідей 1 минут. Ал бастаймыз. Бастадық. Шерубай аға, мен өзімді дәл қазір шыны керек бір ұстаз сияқты сезініп тұрмын. Оқушыларына тапсырма беріп жатқан. Қалай ойлайсыз, ұстаз болу қолымнан келе ме? Әрине, алғашқы ұстазым есіме түсіп кетті дегенің дұрыс болар. Мұнда осында қатысып отырған ойыншылардың барлығы да осы педагог ұстаздар. Дұрыс айтасыз аға. Менің алғашқы ұстазым Ұлжан апайым болатын. Олай болса, орай келіп тұр екен, мен ұстазымды білім күнімен құттықтаймын. Енді жөнге келдің, Сағыныш. Мен де жоғарғы оқу орнында сабақ беремін. Барлық студенттерді, магистранттарды, мектеп табалдырығын аттаған оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтаймыз. Оқу жылы табысты болсын. Бәрекелді, Шерубай ұстаз, сізді де осы ғылым жолыңыздағы еңбегіңіз жана берсін деймін, шығармашылық табыс тілейміз сізге. Олай болса, құрметті ойыншылар, ойын тоқтатылсын, уақыт бітті. Қай топ бастайды сонымен? Ал Алаш тобы дайын сияқты. Сіздер бастайсыздар ма? Жақсы. Қандай көндірген сөздер таптыңыздар? Біздің топ мәтіннен 7 сөз тапты. Оның 6-ының мағынасын аша алдық. Бірінші сөз аттыс. Аттыс деген темірді қысатын құрал. Екінші сөзіміз қырпу. Ол дулығаның ішінен киетін бас киім. Қалған әріптестерін жалғастыр. Бізде 6-шы беттен жыға деген сөз таптық. Жыға деген басқа киетін темір сауыт. Жыға. Жыға деп атаймыз. Берен деген болат деген мағынада білдіреді. Берен. Берен мылтық. Темірлан жалғастырсын. Одан кейінгі 8-ші бетте ажырық деген сөз. Бұл шөптің аты. Жамбыл өңірінде өсетін, жалпы елімізде жиі өсетін, ат сүйсініп жейтін терең тамырлы шөп. Одан кейін 9-ші бетте екі түгей деген, бұл да атқа қатысты болып тұр. Екі деген сөзден де шығаруға болады. Екі мініске жарайтын жорық аттары деп білеміз. Екі түгей. Одан кейін 7-ші сөз бойра деген бір сөз көзге ілінді, бірақ оны мағынасын ажыратамады. Шерубай аға, осы жерде әрине сіздің көмегіңіз керек. Сіз енді осы саланың білгір маманы ретінде бойра сөзінің мағынасын ашып берсеңіз. Жақсы. Бойра деген бұл қамыстан жасалған төсеніш зат. Біле жүріңіздер. Алаш құрамасына қошеметтеріңіз. Келесі топқа көшсек. Неше көнерген сөз таптыңыздар? Біз жалпы тобымызбен 8 сөз таптық. Соның ішінде алендік деген сөз, қызыл от деген мағынаны білдіреді екен. Және де кегежекте артқа қарай шалқаю деген мағынаны білдіреді көнерген сөздердің бірі. Менің тапқан сөзім әндеме. Әндеме дегеніміз ол кішкентай кезімізден құлағымызға сіңіп қалған сөз. Себебі үй сыртын сылаған кезде, қазір мастерок деп айтады, орысша көтеретін, тегістейтін, үйдің сыртын сылаған тегістейтін құралды әндеме деп атайды. Одан кейінгі тапқан сөзім бұлағай, бірақ бір бұлағай деген сөз тауып мағынасына күдіктеніп тұрмын, шынымды айтсам, нақты не мағына беретін, бірақ сіздің ойыңызша? Иә, біздің ойымызша, анау алағайда бұлағай күн кешіп дейді ғой, қиын заман, бір қырғын төбелес па, айқай шума сондай мағынаны білдіреді деп топшылап отырмыз. Оны енді ақтарасын қаздар алқасы ақтай жатыр. Одан кейін нарттай деген менің ойымша осы бір қыздың шиелі еріне айтылған бір теңеу деп есептедім, иә. Жақсы. Ары қарай? Одан кейін біздің тапқанымыз ыңғуыр деген сөз таптық. Ыңғуыр. Ыңғуыр. Ол ағаш оятын құрал. Басқа жақтарды білмеймін, мен өзім туған жерімде бір ыңғуыр деген сөз болатын. Осы ағашқа қатысты. Соның мағынасы жақын деп ойладым. Одан кейін жалқаяқ деген сөзді де таптық мәтіндердің арасынан. Жалқаяқ. Жалқаяқ ол денедегі сұйық ірің. Одан кейін дәсер деген таптық, бірақ мағынасын жеткізе алмады.
аға, енді осы жерде сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Дәсер сөзінің мағынасын ашсаңыз. Дәсер сөзі әлдеқандай болу, бәлсіну деген мағынаны білдіреді. Яғни дәсерлену деп айтуға болады ғой, дәсерленіп кетті деген сияқты. Түсінікті ғой. Есте жүретін болады, жақсы. Жақсы. Енді мен руханият құрамасынан сұрағым келіп отыр. Қалай? Екінші айналым қиын болған жоқ па сіздерге? Қиын болды. Аха. Себебі көндерген сөздердің көбін білмейміз. Жаңа өзіміз бала кезімізден естіген сөздерге ұқсайтын, құлағымызда қалып қойған сөздер ұқсайтын болғаннан кейін жобалап. Дәлме-дәл болмаса да жобалап ойларыңызды айттыңыздар, Жақсы, керемет. Сонымен сарапшыларымыздың пікірі бойынша сөз таным айналымының жеңімпазы әрине руханият құрамасы. Қошеметтеріңіз. Сөз жоқ көнерген сөздер біздің тарихымыздан қалған тәбәрік. Олар біздің сан ғасырлық тарихымыздан сыр шертеді. Осы ретте сөздікқор.kz порталы туралы айтқым келіп отыр. Құрметті көрермен, онда кез келген сөздің мағынасын таба аласыздар. Яғни платформада қажетті сөзді терсеңіздер, әп-сәтте мағынасы шыға келеді. Алда естеріңізде болсын. Қолданып жүріңіздер. Тіл таным ток-шоуын әрі қарай жалғастырамыз. Кезекте 3-ші айналым дубляж. Соңғы кездері еліміздің кино өнері түрленіп келе жатыр. Күн сайын болмаса да жылына бірнеше кинотуынды жарыққа шығады. Қазақ кинематографиясының қарыштап дамығаны бұл ел әлеуетінің артқаны. Біздің алтын қорымызда әлі күнге дейін өзектілігін, өміршеңдігін жоғалтпаған фильмдер баршылық. Онда ойынды бастайық. Қазір назарларыңызға қазақстандық кино мен шетелдік мультфильмдер, солардан үзінділер ұсынылады. Ондағы сөздерді қазақ тіліне аудару қажет болады. Дәл сол фрагментті екінші рет қайталап көрсетеміз. Бірақ бұл жолы дыбыссыз беріледі. Сіздердің міндеттеріңіз рөлді өзара бөлісіп алып, киноны таза қазақ тілінде дыбыстау. Біздің мақсатымыз олардың осал тұстарын әшкерелеу емес, керісінше кемшін тұстарын жетілдіріп әрлей түсу. Ойын шарты түсінікті ғой. Жақсы. Шербайға ойынды қай топ бастайды? Алдыңғы айналымда жеңген топ осы кезеңнің түңдігін тұру керек қой. Дұрыс айтасыз. Олай болса, Алаш тобы, кино ма әлде мультфильм бе? Қайсысын таңдайсыздар? Кино. Жақсы, тамаша. Олай болса, біз киноның үзіндісін экранға көрсетуін сұраймыз. Ярко, что случилось? Не знаю. Какой-то больной иностранец. Иностранец? Ты спросила имя? Не. Айғайлайды маған. Адам емес. Может, Адам Эмерс? Точно. Адам Эмерс. Это же эксперт из Америки. Только он решает, будет у нас 5 звезд или нет. Что ты с ним сделал? Ничего не делал. Он просто взял и уехал. Ну, почему он уехал? Ну, должна же быть какая-то причина. Бір причина болу керек шығар? Құрметті Алаш тобы, дайынсыздар ғой? Дайынсыздар ма? Ал бейнеге қарап, қазір дыбыстайсыздар. Сіздерге тағы да сол кинодан үзінді, бірақ дыбыссыз түрінде беріледі. Ал назарларыңыз экранда. Беркош, не болды? Білмеймін. Бір жарым шетелдік қой. Шетелдік пе? Атын сұрадың ба? Білмеймін. Адам емессің деп айғайлайды маған. Бәлкім адам әлі шығар. Адам емес. Ол Америкадан келген сарапшы біздің 5 жылдызды болу-болмауымызды сол ғана шешеді. Сен не істедің оған? Ештеңе істеген жоқпын. Алды да кетіп қалды. Неге кетіп қалды? Неге кетті? Бір себебі бар шығар. Керемет, қошеметтеріңіз. Сіздер тұнып тұрған талант екенсіздер. Нағыз актерлік шеберліктеріңізді көрсеттіңіздер. Қиын болған жоқ қой? Барынша тырыстық, енді кішкене қобалжу болды. Үлгермей енді әрине маман болмағасын ырғаққа ілесу кішкене қиын болған шығар. Алайда біз орыс тілдің ықпалына емес, қазақ тілді тыңдау көрермендер үшін қазақша шыққандығын қаладық. Дыбыстау жағынан қазақ тіліне мән бердіңіздер дейсіздер ғой. Жоқ, жалпы жаман емес сияқты. Шерубайға қалай ойлайсыз? Жалпы сөздің мағынасын түсінуі, қазақша беруі жақсы шықты деп ойлаймыз. Керемет, қошеметтеріңіз.
Жақсы, ойыншыларымыз бір серпіліп қалған сияқты Шерубайға біз әрі қарай айналымды жалғастырамыз. Кезек руханият құрамасында. Ал, кеттік. Блиц, Блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Здравствуй, дорогой друг. Слышь, брат, знакомься с моей новой подружкой. Зайка, забыл, как тебя там. Я Джуди Хопс из полиции. Здравствуйте. Привет, Джуди. Очень рад, что вы зашли. Чем Потерпи. могу служить Ну, я хочу, чтобы вы один номер про... вам, Ну, я хочу, чтобы вы один... любезные? Ну, хочу у вас один номер по базе пробить. Только мы ужасно торопимся. Что ж, говорите 29 номер. 29 БИГ 03. Үзіндіден көрген рөлдерді өзара бөлісіп дыбысталуға дайындалыңыздар. Ал, уақыт кетті. Ал, руханият құрамасы дайын болсаңыздар бастаймыз. Сәлем, Жалқаубай. Сені көргеніме қуаныштымын. Сәлем, қымбатты досым. Менің жаңа досыммен таныс бол. Есімі Қоян. Сәлеметсіз бе? Мен полиция қызметкерімін. Маған бір ақпарат білу керек. Сәлем, Джуди. Өте Біз қуанышты. біз Шыдай тұр. иә, біз ақпарат білгіміз келеді. Маған бір машинаның нөмірін бере аласыз ба? Өте қуаныш. Бізге керек нөмір. Ал айта ғой. Бізге бір полицияның нөмірі керек. Бізге машинаның... Тамаша, қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз. Жақсы, енді бұл топ мүшелерде актерлық шеберліктерін жақсы көрсеткен сияқты Шерубай ағай. Жақсы, жалпы ойыншыларға баға беретін сарапшыларымыз бар. Дегенмен мен де өз пікірімді білдірейін. Меніңше сөз саптау және қазақша жатық баяндау жағынан, тіл байлығын, сөздер дұрыс қолдану жағынан Алаш тобы басымдық танытса, ал енді актерлық шеберлік рөлге кіру жағынан керісінше руханият тобының жетістіктері жақсы болып тұр. Сондықтан Сөз азбақ болды ғой. Шетелдік мультфильм одан. Тексті аз екен бізде. маған сарапшылардың берген мәліметтері келіп түсті. Сонымен бұл айналымда аяқталды. Жалпы есеп бойынша әзірге Алаш тобы алда келе жатыр. Ал қазіргі дубляж айналым бойынша екі топта тең түсті. Қошеметтеріңіз. Олай болса, соңғы айналым ой-танымға ойсайық. Ой-таным айналымында ойыншыларымызға 7 түрлі сөз беріледі. Бұл күнделікті өмірде енген, бірақ аудармасыз айтылып жүрген сөздер. Сіздердің міндеттеріңіз осы сөздердің мағынасын ашу, мүмкін болса дәлме-дәл аудармасын беру. Алдыңғы айналымда оза шапқан топқа ондай болса кезек береміз. Сіздердің 1 минут уақыттарыңыз бар. Жалпы расында да Шерубай аға, мынау экранда көрсетілген сөздерді біз күнделікті ауыз екі тілде жиі қолданамыз. Бірақ аудармасы әлі күнге дейін нақты айтылмаған сияқты, дәлме-дәл аудармасы. Қалай ойлайсыз? Енді мына бүгінгі біздің жастар, білімді жастар, тапқыр жастар осыған тамаша балама тауып берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Уақыт бітті. Құрметті Алаш тобы ойын тоқтатылсын. Ал, дайын болсаңыздар, экранда көрсетілген мына сөздердің дәлме-дәл немесе балама мағынасын айтып өтсеңіздер. Баламаларын. Бірінші сөз пост, ол жарияланым деп аудардық. Жариялану, пост. Жарияланым. Одан кейінгі сөз модератор, оны тізгінші деп аудардық. Тізгінші. Сарапшыларымыз қадағалап отырсаңыздар, тізгінші. Одан кейін хакер сөзі, оны біз IT бұзғыншы деп аудардық. IT бұзғыншы. Керемет. Ары қарай. Жалғастырады, Керім.
босоножкиді біз жел аяқ киім деп аудардық. Себебі оның жан жағы барлығы ашық болғандықтан. Аяқ желдеп тұрады. Иә. Кондиционер деген сияқты болды ғой. Жақсы, тамаша. Брошюра дегенді таратпа кітапша деп аудардық. Маршрут бізде енді тікелей жолға қатысты болғаннан кейін және бағдарды білдіргендіктен жол бағдар логотипті енді бізде екі нұсқа болып тұр, сөз таңба және таным таңба деген. Сіздердің тараптарыңыздан айтылған сөздердің ішінде сөз таңба және мына хакер, модератор деген сөздердің, тізгінші деген сөздердің жалпы мағынасы келеді. Сіздердің тапқан сөздеріңіздің бір қатары қолданысқа еніп, жұрттың санасына сіңіп кетсе қандай жақсы болар еді. Иә, нұр үстіне нұр болар еді. Дұрыс айтасыз аға. Тамаша, қошеметтеріңіз Алаш тобына. Керемет. Маған ұнадағы, шыны керек. Расында да біздің халықтың санасына сіңіп, иә, қазақ тілінде өзіміз қолданып жүрсек не деген керемет. Олай болса, біз келесі топ руханият құрамасында кезек ал, назарларыңыз экранда болсын. Шерубай аға, енді мынау үлкен экранда көрсетілген сөздерге қарасақ, расымен мысалға Wi-Fi деп айта саламыз. Күнделікті балаларымызбен болсын, үйде өзіміз бір-бірімізде жұмыс барысында. Ал оны тікелей аудармасын ешқашан ешкім айтпаған. Мүмкіндігінше біздің руханият құрамасы да бұл сөздердің балама мағынасын айтса, жақсы болар еді. Кәнекей, уақыт бітті, ойын тоқтатылсын. Руханият құрамасы. Біріншісі біз спикер деген сөзді сөйлеуші деп аудардық. Маяк таста дегенде белгі бер деп айттық. Wi-Fi дегенде біздің әріптестеріміз сияқты интернет таратпа деп аудардық. Жынсы енді нақты мағынасын білмедік. Бұл қалың киім бола ма екен. Контентті біз жалпы барлық жиналып келетін өнім деп аудардық. Тамаша, руханият тобына қошеметтеріңіз, құрметті қатысушылар. Шерубай аға, тағы да сіздің көмегіңізге жүгінсек, руханият құрамасының балама, дәлме-дәл аудармасына тоқталып кетсеңіз. Жақсы пікірлер айтылды. Мен маяк тасты дегенді, белгі бер дегенді де жалпы ауызекі тілде қолдануға болады ғой деп ойлаймыз. Соңғы айналымда да Алаш тобы басымдық танытып, 60 ұпаймен алға шықты. Қошеметтеріңіз. Ал руханият тобы 30 ұпаймен екінші орында. Бұл бағдарламада ой ұшқырлығымен көзге түсіп, шапшаңдығымен ерекшеленген Алаш тобы алда. Қошеметтеріңіз. Жалпы ұпай саны 265, ал руханият тобы 205. Біз сіздерді құттықтаймыз, құрметті қатысушылар. Әрине, мақсат қалайда жеңу ғана емес, ең алдымен тіліміздің дамуына атсалысып, тіл мәдениетін, сөйлеу мәдениетін көтеру. Сіздер бұл мақсатта өте абыроймен орындадыңыздар. Бәрекелді, олай болса, ойын соңында екі топтың жетекшілеріне сөз берейік. Бүгінгі ойын өте тамаша өтті, үлкен әсер алдық, және де қарсылас топқа таң тамаша болып тұрмыз. Сөзді қолданыстарына, сөйлеу мәнерлеріне тәнтіміз. Сіздерге осы бағдарламаны ұйымдастырушыларға өте көп-көп алғысымызды білдіреміз. Тіліміздің мәртебесі асқақтай берсін, қолданыс аясы кеңейе берсін. Тамаша. Енді бүгінгі ойында біз ұпай жағынан жеңілгенмен, мәні жағынан, мағына жағынан жалпы жеңіске жеттік деп есептейміз қос құрамада. Себебі біздің қазақ тілінің мәртебесін көтеру, қазақ тілінің абыройын көтеру, қолданыс аясын кеңейту мақсатында ұйымдастырылған шара болса, оны бір мүлтіксіз атқардық деген сенімдеміз. Қарсыластарымызға үлкен рахмет. Ойынға қатысушыларымызға тіл таным ток-шоуынан естелік сыйлығымыз бар. Ал осы ойында асығы алшысынан түсіп, жеңімпаз атанған топқа алтын асық тарту етеміз. Қошеметтеріңіз, құттықтаймыз. Алшысынан түсіп жүрсін. Құрметті қонақтар, бағдарламамызға келіп, ойын көрігін қыздыруға атсалысқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Тіліміз тұғырлы, еліміз еңселі болсын. Амандықта жүздескенше.